Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл менің інім. Іні деген кім еді? Бізден кіші ер баланы іні деп атаймыз, е? Жарайсыздар. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Бұл менің ағам. Оның аты Қанат. Бұл менің інім. Оның аты Айбек. Бұл менің анам. Оның аты Маржан. Ал балалар, тыңдап, қайталап болса, суретке қарайық. Олар не айтатынын тыңдайық. Ал жақсы балалар, сурет бойынша қайталайық. Бірінші сурет. Бұл менің інім Айбек. Екінші сурет. Бұл менің ағам Қанат. Қайтала. Үшінші сурет. Бұл менің анам Маржан. Өте жақсы балалар. Дұрыс қайталадыңыздар. Суретке қарайық, балалар. Отбасымыздың суретін салайық. Сұрақтарға жауап береміз. Бос торкөзге бұл кім, оның аты кім деген сұраққа жауап беріп, отбасымыздың суретін саламыз. Ал балалар, отбасымыздың суретін сызып болсақ, енді көркем жазу. Мына берілген бейнелерді бастырайық, сызайық. Қанекей, әдемі жазамыз.